Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз сүтқоректілердің санын есепке алу әдістері. Жоспар, сүтқоректілерге санақ жүргізу әдіс тәсілдер, кәсіптік маңызы бар және сирек кездесетін жұптияқты сүтқоректілерге санақ жүргізу, жартылай суда мекендейтін аңдарға, аңдаторға санақ жүргізу, жұмыстармен танысамыз. Құрлықтық әртүрлі ландшафттарында мекендейтін терісі бағалы кәсіптік жолмен ауланатын кеміргіштердің тобы суырларға санақ жүргізу жұмыстарын қарастырамыз. Әдебиеттер экранда, слайдта көрсетілген. Кәсіптік және әуесқойлық жолмен ауланатын жануарлардың, соның ішінде сүтқоректілердің қорын тиімді пайдалану, сол сияқты сирек кездесетін әрі жойылып бара жатқан түрлерді сақтау мен қалпына келтірудің экологиялық негізін дайындау үшін жануарлар әлемінің мемлекеттік кадастрын жасау мақсатында жылма-жыл санақ жұмыстары жүргізіп отыру керек. Бұл үшін болашақ маман санақ жұмыстарын жүргізудің әдіс тәсілдерін меңгеру қажет. Сүтқоректілерге санақ жүргізу әдіс тәсілдері арнайы оқулықтар мен нұсқаулықтар арқылы беріледі. Мысалы, мынау жаңа біз алдыңғы слайдта көрсетіп өткендей, әдебиеттер тізімінде Новиков және Бекенов тағы басқалар сол әдебиеттерде сүтқоректілерге санақ жұмыстарын жүргізудің әдіс тәсілдері көрсетіледі. Жалпы сүтқоректілерге санақ жүргізудің әдіс тәсілдерінің 11 әдісі бар. Сол 11-не тоқталамыз. Кәсіптік маңызы бар түрлі, біреу теріс үшін, мүйізі үшін, дәмді еті үшін, немесе бір майы үшін, белгілі дәрілік емдік қасиеттер бар. Сондай кәсіптік маңызы бар түрлер көп. Марал, елік, доңыз, ақбөкен, қарақұйрық, таутеке, арқар, үстірт қойы өздері сирек кездеседі және бұлардың кәсіптік маңызы зор екен. Сондықтан бұларға деген тұтынушылардың қызығушылықтың күннен күнге артуы заңдылық болып саналады. Енді бірінші біз алдыңғы тақырыптарда да сіздермен қарастырып өткенбіз. Белгілі бір бағытта маршрут ізі бойынша салыстырмалы санақ жүргізу, екінші белгілі бір тұрақты ауданда санын анықтау, үшінші орман телімі бойынша санақ жүргізу, төртінші қуу арқылы санын есептеу, бесінші өрістеуші тұяқтыларды санау, алтыншы тұяқтылардың көп жиналатын жерлері суат, тұздық, қоректену учаскелерінде қыстауда есеп жүргізу. Жетінші жай көзбен шолып санын анықтау, сегізінші күйек кезінде есеп жүргізу, тоғызыншы автокөлікпен санақ жүргізу, 10-шы ұшақтарды пайдаланып санақ жүргізу, 11-ші сұрақ жауап, яғни сауалнама әдісін пайдалану. Белгілі бір бағытта маршрут ізі бойынша салыстырмалы санақ жүргізуге тоқталатын болсақ, бұл әдіс екіге бөлінеді: қыстық және жаздық болып. Әдістің негізгі тәулік бойына тәулік бойы бір тәулік, мысалы тәулік бойында бір маршруттық бағытта келе жатқан болатын болсақ, бір линиямен, сонда көлденең кездескен іздерді тіркеу, мысалы 10 километр маршрут алатын болсақ, онда орташа кездескен іздер саны салыстырмалы санақтың көрсеткіші болып табылады. Санақ жұмыстары есеп жүргізетін аудандағы барлық биотоптарды қамту керек. Таулы аудандарда жануар кездесетін барлық белдеулерде санақ жұмыстары жүргізіледі. Салыстырмалы есептің нәтижелері мынандай түрде жазылады, яғни уақыты, жайылым типі, кездескен жануарлар немесе олардың іздері және қозғалыс бағыттары. Мүмкіндігінше жануарлардың жасы мен жынысы анықталады.
Санақтың салыстырмалы санын абсолютті санға айналдыру үшін есептеу көрсеткіші, қайта есептеу коэффициентін білу керек. Есептеу көрсеткіші жайылымның негізгі типтері орман, дала, тау үшін жеке есептелінеді. Орман үшін жеке, тау үшін, дала үшін жеке есептелінеді. Енді өздеріңіз мына слайдтан көріп отырғандай, қардағы жаңағы маршрут бойынша көлденең кездескен іздерді есепке алу арқылы біз санақ санын есептейміз деп айттық. Санақтың салыстырмалы санын абсолютті санға айналдыру үшін есептеу көрсеткіші мен қайта есептеу коэффициентін білу керек. Есептеу көрсеткіші жайылымның негізгі типтері орман, дала үшін жеке есептелінеді. Мысалы, Іле өзенінің жайылмасындағы тоғайларда 300 км маршрутта еліктің қырғызы санаққа алынды. Есептеу көрсеткіші із санын бағыт ұзындығына қатынасы. Із санын бағыт ұзындығына бөлеміз, оны 10-ға көбейтіп, минус 40-ты 10-ға көбейтіп, оны 300-ге бөлгенде жүзден 33, яғни 1/33 мынау орташа көрсеткішті көріп отырсыздар. Ал қайта есептеу коэффициенті мына формула арқылы шығады. Қайта есептеу К тең 1/57 бөлінген L. Мұнда L еліктің тәуліктік жүрісінің орташа ұзындығы. Мысалы, Іле өзенінің бойында ақпан наурызда еліктің жүрісінің орташа ұзындығы 2,1 километрдан аспайтынын білсек, оны қайта есептеу коэффициенті 1,157-ні 2,1-ге көбейткен кезде, бөлген кезде, то есть 0,175 болады екен. Ал елік популяциясының тығыздығын анықтау үшін қайта есептеу коэффициентіне көбейтсек, яғни 1/33-ті 0,75 болады 0,99. Яғни бұл 1000 гектар бас шаққан кезде 1000 гектарда сонда 0,99. Яғни 1 деп айтуға болады. Енді тағы бір есте сақтайтын нәрсе, санақ қорытындысының дұрыстығы әр уақыт маршруттың ұзындығына байланысты. Бағыт ұзындығы неғұрлым ұзақ болса, санақ нәтижесі шындыққа соғұрлым жақын болады екен. Екінші әдісіміз бұл белгілі бір тұрақты ауданда санын анықтау. Енді орманда тіршілік ететін еліктерді қарасаңыздар, бұлар тұрақты мекендейді осы жерде. Бұл әдісті қандай мақсатта қолданамыз? Яғни абсолюттік санын есепке алу және популяцияның тығыздығын анықтауда осы тұрақты ауданда санын анықтайды екенбіз. Тәсіл бағыт әрбір 20-30 километрден кейін 15-20 санақ жүргізуге негізделген. Әрбір ауданда жануардың абсолюттік саны мен оның ауданда орналасу тығыздығы анықталады. Үшінші, орман телімі бойынша санақ жүргізу. Мына жерде көріп отырсыздар. Бұл әдіс орман учаскелерінде шаршы телімдері бар. Аң шаруашылығы жақсы дамыған аудандарда жүргізіледі. Санақ жұмысы қыста, жаңа қар жауғаннан кейін орындалады. Құрамында 5-6 есепшілер бар топ бір мезгілде шаршы телімдерде қатар жүріп кездескен жануарларды не олардың іздерін санайды. Енді мұнда қарап отырсаңыздар, міне бәрі қатар-қатар болып суретте санауға ыңғайлы. Мысалы 5-6 адам болатын болса, бөліп алып тез санап шығуға болады. Енді төртінші, бұл үркіту арқылы санақ жүргізу. Өздеріңіз көріп отырғандай, мұнда үркітіп бұларды қуады, қашып баратқан кезде санақ жүргізеді екен.
Бұл әдіспен жылдың кез келген маусымында жануарларды есепке алуға болады. Санақ жұмысын 6-дан 10 адамға дейін жүргізеді. Бұл әдіспен санақ жүргізу технологиясы бірінің соңынан бірі орындалатын 3 этаптан тұрады екен. Бірінші, санақ жүргізілген учаскелерге барлау жұмыстарын жүргізу. Екінші, қуу. Үшінші, жануарларды не олардың іздерін санау. Қазақстан жағдайында шулап қуу тиімді болып саналады. Бесінші, бұл өрістеуші тұяқтыларды санау. Қазақстанның бірқатар аудандарында, әсіресе Алтай мен Жетісу, Жоңғар алатауында кейбір тұяқтылар, солардың ішінде еліктер, жылма-жыл маусымдық миграция жасайды. Санақ жұмысының биологиялық негізіне байланысты күзгі, қысқы және көктемгі қоныс аудару кезінде жүргізіледі. Бұл әдіске қоныс аударушы жануарлардың өздері немесе олардың іздері есепке алынады. Санақ жұмыстары ертеден кешке дейін дүрбі немесе үлкейткіш трубаларды пайдалану арқылы жүргізіледі. Еліктердің қоныс аударуы, миграциясы. Мынау қоныс аудару кезінде ашық алаңқайда бұлардың сандарын жаңа дүрбі салу арқылы санау қолайлы. Алтыншы, тұяқтылардың көп жиналатын жерлерінде санақ жүргізу. Бұл тәсілдің экологиялық алғышарты жануарлардың тұздыққа, суатқа және қорегі мол жерлерге жиналуы болып табылады. Осындай учаскелерде биік жерде отырып дүрбі салып санын есепке алады және жыныстық, жас құрамы анықталады. Есепке ең саны көп кездескен бақылаудағы саны алынады. Өздеріңіз көріп отырғандай, мұнда ақбөкендер, сайғақтар суатта су ішу барысында санаған өте ыңғайлы екен. Ал енді мұнда ормандағы жаңағы иттердің төлінің су ішіп тұрған кезі, бұл да санауға, жасын анықтауға тіпті ыңғайлы деп айтуға болады. Енді бұрын қазақтар 10 мыңдап жылқы ұстаған жаңағы атақты байлар болған. 10 мың жылқыны мысалы олар күнде 1-2 деп санап жатпайды ғой. Олар су ішкен кезде көлдің айналасы жабылып қалады екен. Ал енді егер олар саны азайса, аралары ашық болғаннан оның мал жаңағы бастарының, жылқы бастарының жоғалғанын содан біледі екен. Сол сияқты санақ жүргізу кезінде де сол ескі әдіс, ескі тәсіл әлі маңызын жойған жоқ. Осындай суаттарда су ішіп тұрғанда санақ жүргізген ыңғайлы екен. Келесі әдісті қарастыратын болсақ, бұл жай көзбен шолып санын анықтау. Бұл әдіс көп жағдайда таулы алаңдарда жүргізіледі. Басқа тәсілдерден ерекшелігі, бұл әдіс бірнеше биік жерлерден бақыланып, жеке учаскелер бойынша алынған мәліметтер қосылады. Есте сақтайтын бір нәрсе, бұл әдіс ағаш жоқ, жан-жақты ашық, жақсы көрінетін жерлерде қолданылады. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, мынау ашық алаңқай жерлерде, мынау биік жерге тау тасқа шығып алып, жазықтықтағы жануарларды санап тұр. Енді келесі күйек кезінде есеп жүргізу. Кейбір тұяқты сүтқоректілер, солардың ішінде маралдардың күйекке түсер алдында Қазақстан жағдайында 15 қыркүйек пен 15 қазан аралығында бұқалары өкіреді. Өкіруші бұқалардың санын есепке алып, осы ауданда мекендейтін маралдың саны анықталады. Әдетте Қазақстан жағдайында ормандарда бір бұқаға 2-4 сиырдан келетіні белгілі. 9-шы, автокөлікпен санақ жүргізу. Ашық жазықтар мен тау бөктерлеріндегі аудандарда жүзеге асады. Бұл әдістің артықшылығы сол қысқа уақыттың ішінде біршама аудандарда мекендейтін жануарлардың санын есепке алу және территориялары бойынша орналасу жайында құнды деректер алу. Автокөлікпен санақ жүргізгенде оның екі жағынан ені 0,5-1 километрдей болатын учаскелер қамтылады. Есептеу ауданы, бағыттың ұзындығы, оның еніне көбейту арқылы анықталады.
Кездескен жануарлар есепке алынады, орналасу тығыздығы мен салыстырмалы саны анықталады. Ұшақтар мен санақ жүргізу. Әдетте Ан-2 ұшағы немесе Ми-2, Ми-4, Ми-8 тікұшақтары қолданылады. Бұл ұшақтарды жалға алу құны өте қымбат болғандықтан қазір авиакөліктердің басқа түрлері, мысалы Як-17 ұшақтары пайдаланады. Санақ жұмысы нәтижесінің ойдағыдай болуына жердің сипаты, ұшақтың жылдамдығы мен биіктігі және есепшілердің тәжірибесінің үлкен маңызы бар. Қазіргі кезде GPS қолдану арқылы кездескен жануарлардың орнын картаға түсіріп, олардың санақ жұмысын жүргізу кезінде орналасу ауданын анықтайды. Санақ жұмыстарын жүргізгенде есептеу алаңынан анық көрінетін етіп анықтау өте маңызды болып табылады. Өте үлкейткіш фото құралдарымен суретке түсіріп, оларды өңдеп, сол аудандағы нақты саны анықталады. Қазіргі кезде ұшақпен санақ жүргізу ең тиімді әдістердің бірі болып саналады. Сұрақ-жауап анықтамасын пайдалану арқылы, яғни сауалнама, анкетирование дейміз орысша, сауалнама жүргізу арқылы санақ жүргізу болады екен. Енді бұл сауалнаманы біз кімдерге жүргіземіз? Аңшылар, қорықшылар, аң шаруашылығы мамандары және тағы басқа жеке сол сауалнама арқылы сұраққа жауап алуға негізделген бұл әдіс. Бұл жануарлардың санын, тобын және популяция құрылымын анықтаудың қосымша әдіс тәсілі болып табылады. Бұл негізгі әдіс емес, қосымша әдіс тәсіл. Санақ жұмыстары кезінде алынған мәліметтер алғашқы толтырылған кестелер бір кестеге жинақталады. Мысалы, есепшілер алдын ала дайындалған кестеге кез келген жануардың кездескен уақытын көрсетіп жазады. Белгілі бір жайылымдағы санақ жүргізген жануарлардың популяциясының орташа тығыздығын анықтаған соң, жануардың мекендейтін территориясының ауданын анықтап, белгілі бір территориядағы санақ жүргізген аңның нақты санын есептеп шығаруға болады. Оны қазір біз сіздермен бірінші, екінші кестеден қарастырамыз. Кездескен жануарларды тіркеу. Енді мынау кесте бойынша кездескен уақыты, мысалы 11-де есепке алынған жануарлар саны 8, ересек аталықтары 2, аналықтары 2, жастары 2, жынысы мен жасы анықталмағандар 2. 11-15-те есепке алынғандар 13, яғни осылай болып кете береді, яғни мұнда орташа саны шығарылады, жалпы және аталықтар мен аналықтарын жастық, жыныстық ерекшеліктерін бір-біріне сандық қара қатынастарын шаққанда пайда болған мәндер арқылы бұлардың жастарының репродуктивті кезеңге қатысатын ересек түрлері мен жас пайда болған жас төлдерінің қаншалықты арақатынас сандарын табуға болады. Енді мұнда тауқымда мекендейтін қарақұйрықтарды есепке алу, бұл Бекенов Байдулетовтың жүргізген санақтары бойынша санақ жүргізген аймақтар 6 аймаққа бөлінген, 6 аймақта санақ жұмыстары жүргізілген. Қарақұйрықты есепке алған кезде бірінші қарап отырсаңыздар, міне 45 бірінші участокта, оның ауданы 100 болды, популяция тығыздығы 4,5, мекендеуге жарамды аудан 1,5, ал есептелген қарақұйрықтың жалпы саны 675 болған. Яғни ауданына байланысты қарап отырсаңыздар, мынау сандары, міне сандық көрсеткіштері минималды, максималды сандары, міне орташа саны көрсетілген, көріп отырсыздар.
Жартылай суда мекендейтіндерге санақ жүргізу, яғни андатыр алатын болсақ, ол жартылай суда тіршілік етесіздер, жақсы білесіздер. Андатырдың санын анықтау үшін кеміргіштің өзін емес, олардың баспанасын, семьясын есепке алады. Сондықтан андатырдың иесі бар және иесіз, иесі бар және иесі жоқ баспаналарды білумен қатар, кейбір су қоймаларда бірге тіршілік ететін су тышқан мен жұпардың баспаналарынан ажыратып алу керек бірінші. Андатыр олардың санын есепке алу көктемде иесі бар баспаналар екі андатырға тән, санақ және күзде аулау, алдында семьялық учаскелерді, сол сияқты семья саны мен құрамын санауға негізделген. Андатыр мекендейтін су қоймалары жайында мәліметтер жинау кезінде және оларды зерттеу үшін мынандай деректер анықталады. Су қоймасының немесе учаскесінің ауданы, өзеннің ұзындығы, жағалау түрлері мен сипаттамасы, су қоймаларының әртүрлі учаскелерінің тереңділіктері анықталады. Су режимі, су сапасы, тұщы немесе ащы тұзды немесе тұщы немесе тұзды, жаңа су немесе тоспа су, ағын су деген сияқты, су тасу биіктігі мен оның ұзындығы, мерзімі, мұз басу және еру, мұздың қалыңдығы, су қоймасының тартылу дәрежесі, жағалау және су өсімдіктерінің өсуі, олардың түрлері және тағы сол сияқты. Мына суреттен көріп отырғандарыңыздай андатырдың баспаналары. Андатыр. Андатыр семьясының орташа құрамын анықтау үшін бақылаулар жүргізіледі. Оны бірінші аулайды. Ол үшін бірнеше баспанамен 5-10 семьядан андатырлай толықтай ауланып, орташа саны анықталады. Алынған нәтижелер кестеге толтырылады. Мына жерде 3-ші кестеде Алакөл қорығындағы су қоймалардағы андатыр көктемгі санақ жүргізу жұмыстарының нәтижесі көрсетілген, көріп отырсыздар. Су қойма атаулары Байбала, Қарамойын ауданы, судың жағалау ұзындығы, есепке алынған үйшіктер саны, мысалы 306 үйшік болса, қорек орны 704, барлығы 306, 100 метр жағалауда 2,72, яғни орташа көрсеткіштері көріп отырсыздар. Құрлықтың әртүрлі ландшафтарында мекендейтін терісі бағалы кәсіптік жолмен ауланатын кеміргіштердің келесі тобы суырларға санақ жүргізу қарастыратын болсақ, Қазақстанда суырдың жалпы 4 түрі болатын болса, боз суыр, дала суыр, сұр суыр, қызыл не ұзын құйрық суыр және көк суыр немесе мезбер суыры деп аталады. Бұл жазық пен таулы жерлердің ашық ландшафтарында кездеседі, биологиясы бір-біріне жақын. Осыған орай бұларға санақ жүргізу әдістері көпшілік жағдайда ұқсас болып келеді. Суырларға санақ жүргізген әдіс тәсілдерді 3 топқа бөлуге болады. Бірінші құрлықта жаяу көлік пайдаланып есеп жүргізу, шақтармен есеп жүргізу, аэрофото суреттер бойынша есептеу. Енді мұнда суырларды көріп отырсыздар. Енді мұнда да алдындағы айтып кеткен жаңа Бибиков бірінші маршрут бойынша көзбен шолу, автокөлікпен санақ жүргізу, оны сіздер жақсы білесіздер. Алдыңғы топтарды қарастырғанда айтып өттік. Есептеу әдістері де 2 сатыдан тұрады. Оны біз қарастырғанбыз. Енді бұның ерекшелігі бұл жерде енді Биіктауда көбінесе тіршілік ететін суырларға авиа жаңағы көлігі, авиакөліктер болмаса, ұшақтар, адам аяғы ат шыға алмайды таудың бастарына. Сонда биік тауларға көбінесе осы суырлар, көк суырларға сол авиа учетты, авиа есептеуді, яғни қолдану ыңғайлы екен. Далалық зерттеу жұмыстары аяқталғаннан кейін бұлардың саны аяқталып, мынандай
формуламен сіздер көріп отырғандарыңыздай v тең n t n, яғни семья саны осы формула бойынша анықталып, мына жерде міне көріп отырғандарыңыздай суыр саны n, s есептеу аймағының ауданы, t семья саны, b семья санында суырлардың орташа көрсеткіші, L маршрут ұзындығы, мынау W жаңа есептеу аймағының ені. Ал суырдың әрбір зонадағы саны ен бойынша былай есептеуге болады. N тең D S-ке көбейтіндісі. Енді мұнда да бастапқы және соңғы көрсеткіштер бойынша осы мынау формуламен шығаруға болады екен. Енді қорытындылай келе, бүгінгі тақырыпты біз жаңа кәсіптік маңызы бар тұяқтылар, кәсіптік маңызы бар жартылай суда тіршілік ететін және суырларды мысал ретінде қарастырдық. 11 әдіспен таныстық, 11 әдіс. Оның ішінде тиімді әдістер жаңағы ұшақпен, тікұшақпен қарастыру деп айттық. Сонымен қатар суат тұздықта қоректенетін соңғы қосымша әдіс ретінде сауалнаманы қарастырдық. Сабақ сұрақтар мен тапсырмалар слайдта көрсетілген. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.